Гастрит ауруы туралы не білу керек? Белгілері және емі. Сәлем достар, менің каналымды тыңдамас бұрын алдыменен жазылып, содан соң лайк баса кетіңіздер. Асқазан ішек жолы аурулары қазіргі заманда адамның бойында ең жиі кездесетін 5 аурудың бірі болып саналады. Асқазанның шырышты қабығының қабынуы, гастрит асқазан ішек жолындағы ең көп таралған сырқат. Өкінішке қарай көп адам гастриттің пайда болуына жете мән бермей, бей-берекет дәрі ішіп немесе халық емі арқылы оны жасыруға тырысады. Сонымен қатар асқазан гастритін толық емдеу мүмкін емес. Ол адамы күйзеліске ұшырағанда қайта пайда болады дегенде жалған ақпарат кең тараған. Асқазан гастритінің ең жиі себептері, аурудың алғашқы белгілері мен оны емдеудің ең тиімді әдістері туралы сарапшылардың пікірін ұсынамыз. Адам ағзасындағы ас қорыту процесі. Асқазан ас қорыту жүйесіндегі ең әлсіз орган. Мұнда маңызды әрі күрделі ас қорыту процестері жүреді. Асқазанда астың жылжуы жүреді. Бұл механикалық процесс. Одан соң астың ажырауы жүреді. Бұл химиялық процесс. Одан соң құнарлы заттарды сіңіру жүреді. Егер осы процестердің бірі дұрыс жүрмесе, онда ас қорыту жүйесі зиян шегіп, оның жұмысының одан кейінгі барлық кезеңі бұзылады. Көбінесе асқазанның ішкі қабырғасы мен ас қорытудың маңызды компоненттері асқазан сөлі мен қорғаныш шырышы түзілетін асқазанның шырышты қабығы зақымдалады. Гастрит белгілері: дұрыс тамақтанбау, майлы, ащы, тұзды асты көп жеу, күйзеліс, жағымсыз эмоция кезінде асқазан сөлінің шығарылуы күшейетіні дәлелденген. Кейбір дәрілерді қабылдау, қатты шаршау, саяхат кезінде сағат белбеулері ауысқанда гастрит симптомдары күшейе түседі. Алайда бұл белгілердің өзі асқазан жұмысында кінәрат бар екенін және шұғыл түрде емдеу қажет екенін білдіреді. Жиі кездесетін симптомдар: асқазандағы ауырсыну мен ауырлық, іштің кебуі, тез тою, кейбір ас түрлерін көтере алмау. Егер ұзақ уақыт бойы тамақтанбаса, асқазанда пайда болатын аштық ауру. Сонымен қатар гастрит кезінде тамақтанғаннан кейін, әсіресе көп мөлшерде тамақ ішкеннен кейін түйілулер пайда болады. Күні бойы іштегі жайсыздық. Ақиқатында асқазан гастритінің пайда болуына көп жағдайда хеликобактер пилори микробы себепші болады. Осы микробтың ашылуы мен оның адам ағзасына кері әсерінің дәлел табуы 20 ғасырдың соңында медицинадағы ең маңызды жаңалық болып саналады. Асқазан гастритінің туындау себебі: 2005 жылы Барри Маршалл мен Робин Уоррен асқазан гастритін тудыратын микробты анықтағаны және осы ауруды анықтау мен емдеудің жаңа әдісін ойлап тапқаны үшін Нобель сыйлығын алды. Гастриттің микроб салдарынан пайда болу теориясы туралы өткен ғасырдың 80-ші жылдарында айтыла бастады. Маршалл мен Уоррен гастритке шалдыққандардың асқазанындағы шырышты қабықтың талдауларында микроағзаны анықтап, оны хеликобактер пилори деп атаған. Алайда ол кезде ғалымдардың бұл жаңалығына ешкім сенбеді. Себебі асқазанда бөлінетін тұз қышқылы барлық тірі ағзаны, тіпті микробтарды да өлтіреді деп сенді. Маршалл кәсіби ерлік жасап, түтікшедей хеликобактерді өсіріп, оны ішіп, 2 аптадан кейін гастритке шалдыққанда да әріптестері оны күлкіге айналдырды. Хеликобактер пилори бұл асқазанның түрлі аумағы мен аш ішекті зақымдайтын бактерия. Гастрит анықталған көп жағдайда шырышты қабықта хеликобактердің ұрықтануымен байланысты. Теорияның растайтын дәлелге жақында ғана қол жетті. Бұл бактериялар тұз қышқылына төзімді ерекше фермент уреаза түзетіндіктен асқазанда өлмейтіні анықталды. 2015 жылы емдеуші дәрігер медицина журналы Германияда Берлин мен Ганновердің бірнеше медицина орталығы мен зертханалары жүргізген ауқымды зерттеудің нәтижесін жариялады. Зерттеу авторлары мынандай тұжырым жасады: хеликобактер қол алысу, сілекей, ыдыс-аяқ, сүйісу және тағы басқа кезінде жұғады. Микроб адам ағзасында инфекция жұққан тағам және су арқылы түседі. Одан соң асқазанның шырышты қабығына тұрақтап, микробты орта түзіп көбейеді. Одан кейін шырышты қабықты кеміріп, қабыну ортасы туындауынан гастрит пайда болады. Неміс зерттеуінің авторлары былай деп жазды:
хеликобактер пилори инфекциясын жұқтыру қабыну реакциясын асқазан сөлінің көлемі ұлғаюына және гастритке алып келуі мүмкін. Гастритті емдеу. 2015 жылдың қыркүйегінде асқазан гастритін емдеу гастроэнтерологияның алтын стандартын анықтайтын Киот консенсусы жарияланды. Онда гастритті емдеу кезінде эрадикация, яғни хеликобактер пилори бактериясының көзін жою қажет деп жазылған. Бұл шара қолданылмаса, басқа емдеу тиімсіз болып, гастрит симптомдар қайта оралуы мүмкін екені де көрсетілген. Хеликобактерия болғандықтан гастритті емдеу жоспары антибиотикті терапияны қамтиды. Алайда мұнда да жанама әсер бар. Ресейлік сарапшылар былай деп жазды: хеликобактерді жою үшін антибиотиктерді кеңінен қолдану бір қатар проблемаларға алып келеді. Олардың ішінде антибиотиктерге төзімділік салдарынан емдеу тиімділігінің төмендеуін атауға болады. Гастрит симптомдары көп адамда байқалуы мүмкін. Біреулерде аздаған ауырсыну туындап, оны дәрі-дәрмекпен басу әдетке айналса, біреулерде гастрит созылмалы типке ауысып, дұрыс тамақтанбаған немесе күйзеліске ұшыраған кез келген жағдайда сыр береді. Көп жағдайда гастритке хеликобактер пилори бактериясының асқазанның шырышты қабығында көбеюі себеп. Асқазан гастрит кезіндегі диета. Гастритті емдеу кезінде мейлінше жақсы нәтиже қол жеткізу үшін тамақтануды реттеген дұрыс. Бұл сіз өмір бойы езілген сорпа, быламық, ботқа жеп, күріш қайнатпасын ішесіз дегенді білдірмейді, бірақ белгілі бір шектеулерді ұстануға тура келеді. Асқазанның шырышты қабығы қабынған жағдайда ащы, майлы, қуырылған, тұзды тағамдардан, ашытылу әдісімен дайындалатын астан, сірке суы қосылған азық-түлік дәмі тым қанық сорпадан, саңырауқұлақтан, газдалған сусындардан бас тарту керек. Гастрит асқынған болса, көкөніс пен жемісті де көп жемеген абзал. Себебі олар ашу процесін күшейтеді. Көкөністі бұқтырылған немесе қайнатылған күйде жеген дұрыс. Ақ және кептірілген нан жеу керек. Емдеу кезінде кез келген алкогольді сусыннан бас тарту керек. Тамақты шамадан көп тыс жемеңіз. Азық-түлік мейлінше аз өңделген және қарапайым жолмен дайындалған болса, оны асқазанға пайдасы да соғұрлым жоғары. Шұжыққа қарағанда қайнатылған немесе бұқтырылған еттің пайдасы көбірек. Тамақтанудан 30-40 минут бұрын су ішіңіз. Сонымен қатар тамақтану кезінде және одан кейін бірден су ішуге болмайды. Кем дегенде жарты немесе 1 сағаттан кейін су ішуге тырысыңыз. Тамақты жақсылап шайнаңыз. Егер ас асқазанға үлкен бір бөлік түрінде түссе, бұл да қосымша жүктеме. Жайсыздық пен іш кебу тудырады. Кешкі уақытта ұйқыға жатардан 3-4 сағат бұрын тамақтаныңыз. Тоя тамақ жегеннен соң ұйықтауға жатпаңыз. Жағымсыз сезім мен ауырсынуға шыдауды әдеттенбеңіз. Асқазаныңызда ауырсыну пайда болса, гастроэнтеролог дәрігерге қаралыңыз. Көптеген зерттеулер көрсеткенде асқазанда гастрит пайда болуы хеликобактер бактериясының шырышты қабықты зақымдауы болып саналады. Осы бактерияның ұрықтануын тоқтату бүгінгі күні гастроэнтерологияның алтын стандарты болып табылады. Әлемдегі ешбір диета хеликобактерден арылта алмайтыны анық. Бұл күрделі терапияны қажет етеді. Сондықтан асқазаныңызды абайлаңыз.